Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ауыр режимдегі 2-ші форманы тапсыратын боламыз. Ауыр режимде кім жұмыс жасайды, солар квартал сайын 2-ші форманы тапсыру керек. Ол жұмысшыларға және өзіне төленген әлеуметтік төлемдерді көрсететін форма. 2-ші форма бізде 1-ші квартал 2026-ны таңдаймыз. Вид декларации бізде первоначальная. Бірінші рет тапсырып тұрмыз біз 2-ші форманы. Одан кейінгі отчеттар очередная. Если жабуға келетін болса, ликвидационная. Мына жерде признак резидентства, резидент РК. Ал мына жерде отдельная категория налогоплательщика, налогового агента, плательщик единого плательщика дегендерден таңдайсыздар. Көбіне бұл жерде, если олар тек өзіне төленген төлемдер болса, бұл жерде ештеңе таңдамайсыздар. Ал упрощенка режимдегі 2-ші форманы тапсыратын кезде осыны таңдайсыздар. Упрощенкадегілер 2-ші форманы тапсыратын кезде осы Т пунктын таңдайсыздар. Сосын мынандай, если собственное производство жаңағыдай ауыл шаруашылығындағы өндірілетін өнімдерді өзі шығаратын болса, мына жерде таңдайтын категория бар. Если океттеріміз сондай болса, мына жерден таңдап аласыздар. Мына КХ тапсырып, КХ, если КХ болатын болса, осыны таңдайсыздар. А если океттеріміз жаңағыдай өнімдерді өндіретін болса, осы бізге таңдайсыздар. Қазір бізге ешқандай нәрсесі келмейді, бізге тек ауыр режимде саудамен айналысады. Одан кейін численность работника, сіздерде работник бар ма? Ойбай, бізде работник жоқ. Работникіміз жоқ бізде. Тек өзімізге төлеген төлемдерді ғана көрсететін боламыз. Далее. Бұл жерде біз ештеңкені толтырмаймыз. Сумма социального налога дейді. Арлық мына жерде бізде приложение толтырамыз, өзімізге құйған төлемдер толтыру үшін. Мына жерде бірінші приложение таңдап аламыз. Далее басамыз. Сосын бізде жаңағы толтырылатын приложениеміз жатыр. Бұл жерде ИПН налог дегенді толтырмаймыз. Ол жұмысшылардікі. Тек мына жерде көрсетемін. Свою пользу дегенді ғана толтырамыз. Қалғанның бәрі жұмысшылардікі. Свою пользу дегенді таңдап аламыз. Астырағына цифрестер. Социальное отчисление. А бізде мына жерде УПВРіміз бар. Пенсионка в свою пользу деген қайда. Пенсионный взнос именно. Пенсионный взнос. Взносы работодателя. Сіздерде мына жерде в свою пользу жаңағы пенсионканы, мына пенсионка қанша доходтан төледіңіздер, соны жазып шығыңыздар деп тұр. Бізде бұл кісі минималкамен төлеген төлемдер бәрін 85 теңгелік доходтан төленген пенсионкасы 85 теңге деп жазамыз. 3 айға да осылай төлеп шыққан. Если сіздерде бір ғана ай болып төлеген болатын болса, бір ғана айын. Если ешқандай ай төлемеген болса, ешқандай айды көрсетпейсіздер. Ал менде 3 айда толтырған, төлеген ол кісі. Мен осы жерде толтырып шықтым. Бұл пенсионкамыз кетті. Енді социальное отчисление. Социальное отчисление. Социальный налог. Социальное отчисление міне. Социальное отчисление в свою пользу деген жерді ғана толтырамыз. Доход, қанша доходтан социальное отчисление төленді. Бізде минималкадан төленді. 85 теңге доходтан төледі. 85 теңге деп жазамыз. 3 айға. 3 айға. Сосын медстрахование тоже в свою пользу деген таңдап аламыз. Мына жерде қарайсыздар. Осы главадан сіздер в свою пользу деген тауып аласыздар. Медстрахование в свою пользу 85 теңгелік доходтан төленген деп. 85 теңге. Сосын далее басамыз. Бұл жерде енді расчетные показатели. Мына жерде пенсионканы
сумма қанша суммадан төледім, қанша сумма төледім соны жаз деп тұр. Жаңа біз доходты көрсеттік қой, бұл жерде енді қанша теңге төлегенімізді көрсетеміз. 8,5 теңгеден төледік. Минималкамен 8,5 теңге көрсетеміз. Одан кейін сумма социальный налога мына жерде красный болып жанып тұрады. Осы жерден ол режимдегілер ай сайын социальный налог төлеу керек. 2 МРП. Бізде МРП қазір 2026-да 4325 МРП 2026 деп неге көрсеңіздер болады интернеттен. МРП деген не? Оны кімдер төлейді? Ойбай, қанша МРП қазір 2026? Ставкасы келді. 4325 теңге 2026 жылы. Енді біз ИП ОР режимде өзіне ай сайын 2 МРП-дан төлеп отыру керек. Бізде қазір 4325-ті 2-ге көбейтеміз. 4325-ті көбейтеміз 2-ге. Соны әр айға төлеу керек. 8650 теңгеден. Ойбай. 8650 теңгеден әр айға төлеу керек бұл кісі. 650 теңге. Егер де бұны төлемеген болса, ай сайын бәрін бірге жинап 3 айдықын төлей салады. Оны 3-ке көбейткенде 25,950 теңге төлеу керек. Плюс пеня шығады. Если кешіктіріп төлеп отқан болса. Бұл деген әр ай сайын төлену керек қой. Ал ол кісі төлемеген әр ай сайын мына оны қайдан көреміз? Мен жаңа лицевой счетін ашып алдым. Яғни төленген ақшалардың бәрін көріп отырамын мен. Мына кісі өзіне ИП налогтың ақшасын салған. Сосын 900 пенсионный взносы работодателя для ОПВР бізге салынған, пенсионный фондқа салынған, социальный отчисление салынған, бірақ социальный налог бұл кісі салмаған екен. Тек 25 теңге тұр. Енді бұл кісі 25 мың жаңа 3 айда қосып, соны салады. Сонысын салғаннан кейін барып, бізде лицевой счетта мына 100-101-де былай шығады. Ал лицевой счетты сіздер қайдан көресіздер? Мына жерде лицевой счет дегенді басып аласыздар. Сосын сіздерде мына былай шығады. Сальдо по лицевым счетам дейтін. Осы жерден таңдап алып отправить етесіздер. Сосын мына жерде сіздерде файл дайын болып шығады. Соны скачать етіп аласыздар да, сосын былай көріп отыра бересіздер. Қанша сумма, қанша КБК-ға салынған, соның бәрін көріп отырасыздар. Қай ауданға прописка бойынша түскен ба, түспеген ба, соның бәрін көріп отырасыздар. Негізі төленген әлеуметтік төлемнің бәрі бізде прописка бойынша түседі. Ал налог бізде социальный налог прописка бойынша түседі. Ал социальный налог бізде ИП адресі бойынша түседі. Мына көріп тұрсаңыздар, мына жерде кодтары басқа. Сол үшін осының бәрін білу керек. Ары қарай кеттік, 200 форманы толтырайық. Мына жерде соцналогты жаздық, біз қанша теңге екенін. Сумма социального отчисления в свою пользу дейді. Жаңа суммасын сұрап тұр. Бізде доход емес, суммасы бізде минималды 4250 теңге. 4250 теңге. Мына 3-ші айға деп бізге 4250 теңге салған. Одан кейін сумма взносына обязательно медстрахование дейді. Бұл кісі 5950 теңгеден 3 айға салған. 5950 теңге. Енді мына жерде жаңағы ОПВР-іміз төлейміз, жазамыз. ОПВР бізде 2026-да 3,5%, 85 теңге доходтан 3,5% 2975 теңге шығады. 2975 теңге. 3,5% 2975 теңге шықты. Ол кісі 2975 теңге салған. Салған ба, салмаған ба көріп аламыз. 2975 теңгеден 8925 теңге тұр. 3 айы 8925 теңге түскен міне. Бұның бәрін негізі ЕГОВтан выписканы бүйтіп алып көресіздер ғой. Мен бұның бәрін көріп шықтым, соларды жазып отырмын енді. Оларды лицевой счеттан да бір қарап аласыздар. Полный налог шығарыпсың, түспеді ме? Сосын мына жаққа отырғызасыздар. 2925 теңге. Осылай отырғызып шығасыздар. 2925 теңге. Болды, өзімізге төленген төлемдерін бәрін отырғыздық. Мынау бізде ОПВР, медстраховка, социальное отчисление, соцналогымыз, мынау пенсионкамыз бәрін отырғыздық.
төленген төлемдердің бәрін. Сосын мына жерде 2026 жылы көбісінде прописканы қате көрсетіп жатады. Прописка бойынша мына жер көрсетесіздер. ИП-ның адресі бойынша мына жерге көрсетесіздер. Мына код орган государственных доходов ИП налог и соцналог бойынша біз ИП адресіне төлейміз. Сол үшін бұл жерде ИП местонахождение, ал место прописки дегенді көрсетесіздер. Оны қайдан көреміз? Мына жерде посмотреть профиль деп асты жағына түссеңіздер, мына тұрады. По месту нахождения 6008 0903 0903 бізде Жамбылский район. Мынаны көре салайық. 0903-ке түскен ба бәрі? 0903-те тұр. Мына жерге галочка қоямыз. Проверить ошибку не обнаружено дейді. Ол сформировать отчет етіп, отчетты итспыңмен қол қойып жіберетін болады. Былтырғандарыңыз бір көріп алыңыздар. Бізде 2026 бірінші кварталына первоначальный отчет. Бізде жұмысы жоқ, 0 көрсеттік бәрін. Мына қандай доходтан төленді бәрі, доходтарды көрсеттік. Пенсионкамыз мынау соцналогымыз, мынау 4250 теңге социальный отчислениеміз, мынау медстраховкамыз, ал мынау ОПВР бәрін отырғызып шықтық. Енді подписать и отправить етеміз. Осылай қол қойып жібересіздер. Бірінші необработанный дегенге келіп түседі ол отчетымыз. 1-2 минуттан кейін обработанный дегенге келеді. Сосын барып уведомлениесін ашып көресіздер. Мына жерде принять деп тұрады. Сол принять дегенді басасыздар да біз көрсетейін. Отырса. Отырмай жатыр ғой. Мына енді обработанный болды. Принять етілді. Принять дегенді басамыз. Мына жерде уведомлениесін көреміз. Обязательно. Мына прием документов принять деп тұр. Бұл приняттан кейін сіздер тағы 5 минуттан кейін көресіздер. Мына жерде разнесена деп жаңағы отырғызған суммамыздың бәрін жаққа астына графикке түседі. Ол разнесена деген біздің отчетымыз отырды деген сөз. Мынау қабылданды болып тұр. Қазір разнесена деген шықса, суммаларыңыз бәрі отырды деген сөз. Если кабинет тез шығады, тез отырады. Қазір ойланып тұр біраз. Осылай көріп отырсыздар 1-2 минут сайын. Мына жерде разнесена болу керек. Көрсете салайын десем бұл да істемей тұр ғой. Мынау жаңа толтырған формамыз, соның уведомлениесі қабылданды ма жоқ па, соны мына жерде көруге болады. Әлі бар дейді. Қазір мен 200 форманың нулевой отчетымды тапсырамын осы кісіге. Оны да видео сала саламын. Мына көрдіңіздер ме, разнесена болды. Разноска документа бізде разнесена отырды, значит. Бізде 8,5 теңгеден отырғызған пенсионкаларымыз 901 деген. Мынау 101 жаңа социальный налог. 902 101 деген бұл бізде социальный отчисление. Социальный отчисление мен соцналогты шатастырмаңыздар. Соцналогты О режимдегілер міндетті төлеуге ай сайын. Упрощенкадегілер төлемейді бұны. Мынау социальный отчисление, соцналогымыз, мынау социальный отчислениеміз 901 деген медстраховка. 905-101 деген ОПВР бізде. Болды, отчетымыз отырды. Енді бұл жаңағы суммаларды қайдан көреміз отырған, жаңа ақшалар алынды ма, алынбады ма? Мына ақшалар бар еді, біз лицевой счетта осыларды отырғыздық біз. Бұл ақшалар алыну керек енді. Оны біз лицевой счеттан басынан алып көреміз. Біздің счетымызда. Отправить етеміз. Мына жерге в обработке болып тұр. Обновление жасасаңыздар, кейде сразу осылай шығады, кейде кабинет істемей тұрған кезде күтесіздер оны қайта обновить етіп. Скачать етеміз. Ана скачать етілді. Көреміз. Ана бізде пенямыз шықты. Медстраховка
кешігіп төлөнгенге оған 100 теңге салынады минимум. Пенсияларымыз бәрі отырды. Және соцналог жаңа төлемеген еді ғой. Осы мен сұрап шықты. Мынаны төлеу керек енді. Сосын пенсияларын төлеп шығады. Болды, осылай бір тексеріп аласыздар. Соцналогты төлеген кезде мына обязательно мына жерге қарайсыздар. Мына КГД-ға төлеу керек. Мына бұрынғы адресіне емес, мынаған төлеу керек. Соған төлетіп аласыздар. Болды. Пенсияларын бір тек төлетеді 100 теңгеден. И соцналог төлейді.